Хауа топырақтың бөлмесінде Жүсіп пен топырақтың тойда бірге түскен фотоларын көреді. Топырақтың Жүсіпте көңілі бар екенін біліп қояды. Жүсіп Хауаны орталық алаңға шақырып тұрмысқа шығуға ұсыныс жасайды. Саусағына неке сақинасын тағайын деп жатқанда, Хауа мен саған тұрмысқа шыға алмаймын дейді. Жүсіп неге, аяқ астынан неге бұлай өзгердің деп сұрайды. Хауа айта алмаймын. Бұл мүмкін емес дейді. Жүсіп сақинаны жерге тастай салып кетіп қалады. Хауа заттарын жинап өз үйіне кетпекші болады. Топырақпен қоштасуға барады. Топырақ есінен танып қалады. Сұлтан Хауадан не болғанын сұрайды. Хауа Жүсіптің тұрмысқа шығуға ұсыныс жасағанын, бірақ бас тарттым деп айтады. Сұлтан сен қыздың есің дұрыс па өзі? Дереу бар да Жүсіптен кешірім сұрап, ұсынысын қабылда дейді. Хауа жоқ. Олай жасай алмаймын дейді. Сұлтан ашуыма тиме. Әкең екеуміздің жоспарымызды құрттың. Жүсіппен барып сөйлесесің ұқтың ба дейді. Хауа жоқ мені мәжбүрлей алмайсың. Мен Жүсіпке тұрмысқа шықпаймын дейді. Екеуі ұрсысып жатқанда Хамет ханым ішке кіріп келеді. Хауа сыртқа шығып кетеді. Хамет сұлтанға менің сыртымнан не іс тындырып жүрсің? Хауамен неге келісе алмай жаттыңдар дейді. Сұлтан айтарлықтай ештеме емес. Келіспей қалдық дейді. Сұлтан Хауаның әкесіне келіп қызыңа айт Жүсіпке тұрмысқа шығатын болсын әйтпесе мен Жүсіпке оның бар былығын айтып беремін. Мен Хауаға көмектестім. Оның екі таңдауы бар. Не ханшайым сияқты өмір сүру немесе түрменің егеу құйрығы болу. Оның жасанды құжат жасағанын жария қыламын. Менімен ойнамасын дейді. Әкесі Хауаға сұлтанның айтқандарын жеткізеді. Хауа мені ешкім мәжбүрлей алмайды дейді. Әкесі қызым мен сұлтанды 30 жылдан бері танимын. Ол өте қауіпті әйел дейді. Хауа егер ол мені айтып беретін болса, мен қарап отырады дейсің ба? Мен де оның маған қалай көмектескенін айтып беремін. Ол өз үшін ештеме айта алмайды. Ондай тәуекелге бара алмайды дейді. Жүсіп Хауаға бақтағы үйге кел. Сөйлесейік, менің ұсынысымнан бас тартуыңа не себеп болды айтып бересің деп айтады. Хауа бақтағы үйге келмейді. Жүсіп Хауа келмеген соң топыраққа рюзгарды алып кел дейді. Хауа түнде бақтағы үйге келеді. Терезеден Жүсіп пен топырақты көреді. Жүсіп пен топырақ рюзгардың қолынан ұстап әңгімелесіп жатады. Жүсіп топыраққа сен әлі де кішкентай періште қыз сияқтысың деп айтады. Хауа жылап кетіп қалады. Жаңбырдың астында жылап ұзақ отырады. Үйге малмандай су болып келеді. Шереф қызынан не болғанын сұрайды. Хауа жылап жан дүнием құлазып қиналып тұрмын. Айта алмаймын дейді. Шереф жақсы қызым демал деп сыртқа шығып кетеді. Әкесі жанына келіп не болғанын сұрайды. Хауа сұмдық болды. Әкеме не өзімді, не Жүсіпті өлтіремін. Топырақты да өзіне ғашық қылды. Мен оларды бақтағы үйде бірге көрдім дейді. Шереф сыртта естіп тұрады. Сұлтанға барып сыртқа шық сөйлесуіміз керек дейді. Сен кезінде мені пайдаланғың келіп еді. Бірақ оныңнан түк шықпады. Ал енді менің қыздарымды ойыншығын қылып жүр екенсің. Хауаның қандай жағдайға жеткіздің? Енді топырақты да ойыныңа қостың ба дейді. Сұлтан не деп тұрсың? Мен тек Хауаға жақсы болсын дедім. Оның текті, ауқатты жігітке шыққанын қаладым. Ол өзі Жүсіптен бас тартты дейді. Шереф қыздарымнан аулақ жүр дейді. Хамет ханым қызына біресе Хауа, біресе топырақ. Ремзидің қыздарынан бір құтылмадық қой дейді. Күйеуіне Жүсіпті өздері сияқты ауқатты отбасының қызына таныстыратынын айтады. Шереф Ремзиге сұлтан екеуің Хауаның басын айналдырып не істегендеріңді қараңдар. Қыздарыңды хан жогулларға саттың. Маған енді ештеме айтушы болма дейді. Жүсіп Хауаны ойлап мас болғанша ішіп қолын жарақаттап алады. Топырақ оның қолын таңып береді. Жүсіп топыраққа сен жаныма тыныштық сыйлайсың. Ұлым екеуіңнің жандарыңда өзімді жайлы сезінемін дейді. Топырақтың аяғына басын қойып ұйықтап қалады. Шереф Хауаға қызым Жүсіп екеуіңнің араларыңда не болды деп сұрайды. Хауа сен ойлағандай ештеме болған жоқ дейді.
Шереф, ол сенің сезіміңмен ойнап, енді топыраққа көшті ма? Ханжоғулар сонай. Өздерін бәрінен жоғары санайды. Әрине атақ, ақша бәрі бар. Жүсіп қызқұмар. Сен менің тағдырымды қайталайсың ба деп қорқамын. Кезінде сұлтан мені өз мақсатына пайдаланғысы келіп еді. Мен де Ханжоғулыға ғашық болдым. Кейін сезімімді аяққа таптады. Сенде мен сияқты түгі жоқ әкең сияқты біреуге тұрмысқа шығып өмірің қор болама деп қорқамын. Сен бүгін кешке Стамбулға нағашыңа кетесің дейді. Хауа апа, мен ешқайда кетпеймін дейді. Шереф, егер сен осында қалсаң, анау Жүсіп тағы сенің жүрегіңді жаралайды. Мен айттым, бітті, қарсыласушы болма дейді. Ремзи сұлтанға келіп топыраққа тиісуші болма, одан аулақ жүр. Әйтпесе сені өз қолыммен өлтіремін деп тамағынан ұстап қылқындырады. Сұлтан, менің атым Сұлтан болса сендерге көрсетемін дейді. Топырақтан кеше түнде не болды деп сұрайды. Топырақ ештеме болған жоқ деп айтады. Сұлтан, бақтағы үйде жатын бөлме мен ас бөлме ғана бар. Сен қайда ұйықтадың дейді. Топырақ, мен жерге төсек салдым. Бірақ Жүсіп мырза мас болып ас бөлмеде менің тіземе басын қойып ұйықтап қалды дейді. Сұлтан, жарайсың қыз. Жүсіп саған бей жай қарамайды екен дейді. Топырақ, о не дегеннің, ол басқа қызға ғашық дейді. Сұлтан, ол қыз Жүсіптің ұсынысынан бас тартты. Енді Жүсіп сенікі болады дейді. Хауа топыраққа қоңырау шалады. Жүсіп рюзгарды көтеріп сыртта жүреді. Жүсіптің топыраққа сөйлеп жатқанын естіп телефонды қоя салады. Жүсіп топырақты мейрамханаға алып келеді. Шарап құяды. Топырақ, ішпеймін дейді. Жүсіп, сенің әпкеңде солай деген еді дейді. Топырақ, сіздер сонда бірге келген ба едіңіздер дейді. Жүсіп, иә, сен ауруханаға түспей тұрып келгенбіз дейді. Топырақ, әпкем маған ол туралы айтпады дейді. Жүсіп, онда ол саған басқасында айтпаған болар дейді. Тағы не айтуы керек еді деп сұрайды. Жүсіп, мен тұрмысқа шығуға ұсыныс жасаған қыз Хауа. Ол маған тұрмысқа шығудан бас тартты дейді. Хауа әкесіне Стамбулға кетпей тұрып Жүнитпен атастырылатынын айтады. Ремизи, қызым, сен ол оңбағанға тұрмысқа шықпайсың дейді. Хауа, әке, ол түрмеде. Бұлай жасамайтын болсақ, ол саған тыныштық бермейді. Түрмеден шыққан соң бәрібір оның әкесі маған үйленуіне өлсе де жол бермейді. Ол әкесіне қарсы келе алмайды. Әзірше осылай жасап оны алдай тұрайық дейді. Реми мен Хауа түрмеге келеді. Жүнитке досы неке сақинасын алып келеді. Ремзи Хауа мен Жүнитке неке сақиналарын тағады. Жүнит Хауаға неге көңіл күйің жоқ деп сұрайды. Хауа, ауырып қалдым. Менде бәрі жақсы. Біраз уақытқа Стамбулға кетемін. Нағашым ауырып жатыр дейді. Жүнит сот отырысында міндетті түрде осында бол дейді. Жүнит досына қоңырау шалып түрмеден босап шыққаннан кейін бірден Хауа екеуінің тойларын жасайтынын айтады.